Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бірге Айсұлу Нұриден қызы. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз Түркістан қаласындамыз. Құрметті достар, осы каналға тіркелеміз, лайк басамыз, және де қызық болса, достарыңызға жібереміз. Біз мұнда бүкіл күнді өткізіп, өткеннің атмосферасына еніп, сіздерге керуен сарайдың әдемілігін көрсететін боламыз. Бізбен осы видеоның соңына дейін бірге болыңыздар. Киелі қала Түркістан. Қош келдіңіздер. Орта ғасырлық стильде салынған ғимараттар, әсем безендірілген залдар және қайталанбас салтанат сізді бей-жай қалдырмайды. Керуен сарай бұл тек архитектуралық нысан емес, сонымен бірге тарих пен мәдениеттің шынайы қазынасы. Бізбен осы видеоның соңына дейін бірге болыңыздар және осы керемет түнгі шоуды тамашалаңыздар. Сіздер ғажайып жарық шоуын, таңғаларлық би қойылымдарын және заманауи технологиялармен үйлескен көне мәдениеттің әсемдігін көресіздер. Керуен сарайда өткен күннің рухын сезініп, оның бай тарихымен танысуға дайын болыңыздар. Бұл жерде әрбір қадам сайын сізді жаңа ашылымдар мен ұмытылмас әсерлер күтіп тұр. Біз Түркістанға отбасымызбен бірге барған болатынбыз. Бұл саяхатымыздың бастамасы. Алдыңғы видеоларда сізге осы Түркістандағы балаларға ойнауға арналған нысанды түсірген болатынмын. Керуен сарайға кіру құны тегін. Ішке кіргеннен кейін сізді кең аулалар және көне стильдегі архитектуралық нысандар күтіп тұр. Мұна бір жұмыртқаны көріп тұрсыздар ма? Бұл самұрық деп аталатын кинотеатр. Иә, бұл жұмыртқа тәрізді етіп салынған, ішінде керемет көріністер, 5 форматтағы осындай кино көруге арналған өте керемет орын, және де ішінде керемет музей де бар. Түркістанға келіп жатсаңыздар, міндетті түрде осы орынға келіп көріңіздер. Керуен сарайды Түркістанның Венециясы деп те атайды, себебі мұнда каналдар мен қайықтар арқылы серуендеу мүмкіндігі бар. Біздің саяхатымызды керемет кіреберістен бастадық. Көріп тұрғандарыңыздай бұл жерде өте керемет осындай су арнасы орналасқан. Керуен сарайда сіз тек қана тарихпен танысып қана қоймай, су арналарымен қайықта серуендеудің ерекше тәжірибесін де сезінесіз. Бұл орын шынымен де Венецияның романтикасын Түркістанның жүрегіне алып келеді. Күндізгі уақытта мұнда адам аз болуы мүмкін, әсіресе жаз айларында. Әрине ыстық ауа райы әсер етеді, бірақ та бұл керемет орынның тыныштығы мен ерекше атмосферасын сезінуге тамаша мүмкіндік береді. Бізді таңғалдырған нәрсе ол жерге келген туристердің қызығушылығы. Біз мұнда көптеген туристерді көрдік, әсіресе Қытай елінен көптеген туристер келетін көрінеді. Келіп көріп тамашалап отыр. Әлі келеді Түркістанға, жерден осы Түркістанды көру үшін. Тарихи қала, тарихы бар қала бұл. Қанша мың ғасырдан бері келген. Хандар болған бұл жерде. Жақсы, бері көр. Давай. Сәлем Қытайға. Әрбір қонақтың көзінде көрініп тұрған таңдау мен қуаныш керуен сарайдың сұлулығын одан да сайын арттыра түседі. Туристер тарихты сезініп, мәдениетке қанығып, ерекше әсер алуда. Көріп тұрғандарыңыздай Болат бар білген қытайшасын салып, туристердің көңілін аулауда. Бірақ та туристер де бір марқайып, көңілдері көтеріліп қалды. Бұл фонтан керуен сарайдың нағыз көркі. Оның әсемдік мен салқындатқыш әсері ыстық жаз күндерінде ерекше рахат береді. Бұл жерде кешке жақын керемет шоу болады. Алдағы уақытта мен сізге көрсететін боламын. Арнамнан алыстамаңыздар. Егер керуен сарайға келіп жатсаңыз, фонтанның айналасында серуендеп, оның сұлулығын тамашалаңыз. Керуен сарайдағы бұл фонтан сізге ұмытылмас әсер қалдыруы анық. Серуендеп жүріп, керуен сарайдың әдемілігінен ләззат алып, қарнымыз да ашып қалды. Сондықтан біз тамақтанып алуды шештік және Сандық ресторанына бет алдық. Сандық рестораны керуен сарайдағы ерекше орындардың бірі. Бұл жерде қазақтың дәстүрлі тағамдарынан бастап заманауи ас мәзіріне дейін барлығы ұсынылады.
Әсем безендірілген интерьері және жылы атмосферасы сізді бірден баурап алады. Біз мұнда ұлттық тағамдардың дәмін татып көрдік. Әрбір тағам ерекше дәммен және жоғары сапасымен таң қалдырды. Ас мәзірі бай және әртүрлі, сондықтан әркім өзіне ұнайтын тағамды таба алады. Жылқының жеңсік әлетсізлер етінде өз шырында 4 сағаттан самақпай дайындалды. Яғни жеңсік етті атайтынымыз ешқандай өкпе бауырсыз, тек қаракес. Біз бұл жерде бал қуырдақ деген тағамға тапсырыс берген болатынбыз және әр тамақтың өзінің тарихына осылайша официанттар ақпарат береді екен. Өте қызық, иә? Егер керуенсарайға келіп жатсаңыз, Сандық ресторанына кіруді ұмытпаңыз. Бізге өте қатты ұнады. Енді қарнымыз тойған соң саяхатымызды ары қарай жалғастырамыз. Алда әлі қызықты көріністер мен ерекше орындар күтіп тұр. Бізді әсем бақтар мен керемет көріністер және қайталанбас мәдени нысандар күтуде. Әр бұрышта тарихтың ізі бар бұл орын сіздерді де бей-жай қалдырмайды. Түркістанда күн қатты ыстық болғандықтан шөлімізді басу үшін балмұздақ жеп алдық. Балмұздақ ыстық күндерде ең тамаша шешім. Керуенсарайдағы әртүрлі дәмді балмұздақтар бізді бірден сергітті. Балмұздақ жеп салқындап алдық. Енді қайтадан жолға шығуға дайынбыз. Біз тағы да Қытайдан келген туристерді көріп қалдық. Болат олардың біреуін сөзге тартумен әлек. Қау дейді, өте жақсы, ұнады дейді. Осы Қазақстан, осы қазақ елі біздің батыр ата болған осы жерде өмір сүрген. Осы әлемді жаулаған негізі. Бүкіл әлемді жаулаған. Оны сізден переводта болады. Ол бүкіл Болат қазақшалап бірдеңелерді айтты. Ол кісі түсінді ма, түсінбеді ма білмедік. Енді өзі аударып алатын болар. Ана міне дегенше кеш те кірді. Кешкі уақытта бұл жер тіпті әсем әрі сиқырлы көрінеді. Бұл уақытта бізді тағы бір керемет тәжірибе күтіп тұр. Судағы қыз жібек шоуы. Судағы қыз жібек шоуы бұл нағыз өнер мен технологияның үйлесімі. Әсем музыка, жарық шоулары мен актерлардың тамаша өнері бір-бірімен үндесіп, су бетіндегі керемет көрініске айналады. Бұл шоу тек қана көз тартарлық емес, сонымен бірге жүректі тебірентерлік әсер қалдырады. Шоуды тамашалап отырып, қазақ мәдениетінің байлығын сезініп, қыз жібектің аңызға айналған тарихына енесіздер. Бұл шоу кешкі керуенсарайдың сұлулығын одан да арттыра түседі. Актерлар осылай қыз жібек аңызын қайықтарда жүріп, осындай образда орындайды. Өте керемет әсерлі болды. Бүгінгі біздің керуенсарайға жасаған видео обзорымыз сіздерге ұнаған болса, біздің арнаға жазылып, лайк басып, осындай керемет орындар мен шоулар туралы көбірек білгіңіз келсе, бізбен бірге болыңыздар және жақындарыңызбен таратуды ұмытпаңыздар. Отбасыңызбен бірге Түркістанға, керуенсарайға келіңіздер. Сіздерге ұнауы сөзсіз. Алдағы уақытта біз сіздерге Мекке, Мадина және Абу-Даби қалаларын және де Ташкент қалаларын толықтай көрсететін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Келіңіздер и лайк басыңыздар. И достарыңызға жіберіп қойыңыздар.